В синем углу клетки бойцу 21 год, его рост 170 сантиметров. В его активе 3 победы без поражения, вес 57,2 килограмма, база ММА из Кыргызстана. Добро пожаловать, Актилек Бахтиярулов! Бойцу 29 лет, его рост 168 сантиметров. Его профрекорд 3 победы, 2 поражения, вес 57,2 килограмма, стиль ММА из Казахстана, Бейбарыс Занов! Ережені білесін, ережені бұзбаймыз. Мен мұқиятын жақсылап тыңдаймыз. Әдемі бөгөсіңдер. Сәттілік. Бауыржан Жұмановтың нұсқамаларын алдық. Көкбұрыштан бізде Ақтілек Бахтиярұлы 3-0 деген көрсеткіші бар. Проспект және Бейбарыс Занов 3-2. Соңғы 2 жекпе-жегінде жеңімпаз. Ал, кеттік. Первый раунд. Ортаны басып алмақшы. Ал Бахтиярұлынан біз қырғыз жігіттерден көзіміз үйреніп қалған ММА күресті көреміз. Орта қарқында қарсыласты тоғырға тіреп алып мұжғылау. Солай болатынақ сияқты енді Бахтиярұлының орындауында. Көрейік. Потому разрывает дистанцию, оказывает прессинг. Давит на своего оппонента. Бейбарыс. И опережение сработало здесь. Обан жана Каспий Кейзет. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий Кейзетке телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий Кейзет аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий Кейзет гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Ақтілек Бахтиярұлы. Тордың бір шетінен бастады. Тейкдаунда Занов қарсы шабуылға көшкен еді, бұдан да түк шықпады. Артем из клинча. Бұл жерден дым шықпайтын түсінген Бахтиярұлы ең алдымен қашып үзіп шығып кетті. Көрейік. Екінші рет аяққа өтіп көреді әрине. Шабуылды тыңғылықсы дайындауға кіріседі қазір. Ал Занов не жауап қайтар? Әдіше баталмай жоқ ашыласына. Ағыстырғанына қарамастан белсенді шабуылға кірісіп жатқан жоқ. Бейбарыс өткені күреске ұрынып қалатын өзі де сезіп тұр. Малстан. Мало атакует сам Занов, на самом деле. Вроде бы как дистанцию контролирует. Но вперед не идет, что самое странное. Снова джеб в корпус, и неплохо здесь отработал, и Мне жасырып барып енді өтеді. вперед, но контроля пока что нет. Біріңғайын тап. Яруло. Аяққа тұрамын деп қазір. Занов тәуекел етіп қарсыласын арқасына шығаруға да мәжбүр болды. Арқасын беруге мәжбүр болды. Ал Бахтиярұлы ең қарапайым жол бұл жерде демен жамбастан соққы салу. Бірақ позицияны жақсартуға келген жоқ. Бұл текдаун тағы да міне қараңыздар. Көтеріп алып бір салды, бірақ тағы да 4 тағанға тағы да зерлеп түсті. Әдемі көрінгенмен бұны бір басымдылық деп есептеуге әзірше ерте шығар. Тағы да іліп алды қараңыз. Тамаша, міне қазір қолды да қыспаққа алған, көрейік. Бір аяқ салды. Жақсы позиция бар, соққы жасауы. Продолжает удерживать правую руку своего оппонента Бахтиярулы. Ақтілек. Не торопится, кстати, Ақтілек.
занимать позицию бэк-маунта. Заправляет ноги. Иә, біз бұндай мәнерге қырғыз спортшыларының орындауында үйреніп қалдық деп айттық қой, торға тіреп қарсыластымыз қылып. Міне, соны бізге Бақтиярұлы көрсетіп те отыр. Қарсыласты қимылдауға бір мүмкіншілік бермей торға тіреп ұстап алу. Яғни осындай бір орта қарқындағы граундинг паунд, кейде шынтақ, кейде тізе, бірін-саран қолмен соққыларда болып тұрады. Бұндай қарқында енді Бақтиярұлы ұзақ жұмыс істей алады. Бұны өздеріңіз түсініп отырған боласыздар. Зановтың әзірше қарсыласына қарай бұрылуға еш мүмкіншілігі жоқ. Көрейік, қателесті, иә, міне. Да. Әукелеткен еді. Әзірше бұдан ештеңе шықпады. Здорово контролирует своего оппонента в партере. Ақтілек. Бақтиярұлы, главное, чтобы этого темпа и придерживался. Файтер из Кыргызстана, а вот Ибарас Тағы да сөйді. в этом поединке, по всей видимости, показал свою слабую часть. А именно борьбу и защиты от самых бросков. Ну, здесь контроля, к сожалению, мало, да, вот Ақтілека после бросков этих. Или же сам просто-напросто Бақтиярұлы не старается. Иә, тек қана бұлай ұпай түгендеп алу енді. Екінші раундты тамашалауға дайынбыз. Шамамен кілтін тапты енді жеңістің Ақтілек. Бақтиярұлы қазір ыңғайлы сәтті күтеді. Аяққа өтіп кетіп тағы да торға тіреу, не қарсыласы астына салып ал. Занов тұрысына қарағанда қарсы алмақшы, түсінімші қарсыласты. Бүйірден көбірек соққы сала бастады. Бүйірді көздегенін көрсетіп отыр. Демек, Бақтиярұлының аяққа өткен сәтін күтетін болады. Застаиваться Бибарыс. Вот, казалось бы, здесь нужно отрабатывать сейчас и больше добивать серийные комбинации. Но выжидает. И прохода в ноги. Алды, және... Аккуратно положил на канвас. Иә, кәдімгідей аялап, мәпелеп қарсыласын. Он как поднял, как разбежался. Иә, жолығын кезденді оңдырмай бір соғадыма деп едік, иә? Бірақ ақырын апарып ортаға салды. Опасный, но безопасный был бросок. Бұның да енді бір. Бұны да түсіндіруге болады. Қазір қарсыласты жерге соғып қалған кезде позицияны айырылып қалу мүмкін еді, сондықтан. Но пока что ничему это не привело. Вот сейчас есть возможность разорвать. Болмады, қараңыздар. Цепился буквально в ногу, как питбуль. Занов қауіпті түсінгеннен кейін бірден торға ұмтылды. Енді торға тіреліп, қорғануға болады. Синюк, активность нужна. Активность, бойцы. Тамаша, екінші аяқты да қазір салуға тырысады. Заправляет полноценно. Бэкмаунт сразу же забирает шею. Ойынға салды ма? Жоқ. Нет. Нет. Не удалось пока что, но это еще хуже, кажется. Позиция. Full маунт. Алда 3 минут уақыт бар, қараңыздар. Бақтиярұлы позицияны жақсы ұстай алады. Локти. Пошли в ход. Ақтілека. Ең бастысы бір әбігерленіп жатқан жоқ, байқасаң. Әбігерге салынып жатқан жоқ. Бақтиярұлы өте салқынғанды. Кажется, стоял локтем. Ай-яй-яй-яй. Балжан Жуманов в рефери рядом. Наблюдает за происходящим. Міне, жеңістің ауылы да алыс емес. Қазір Бақтиярұлы тоқтамау керек, Зановқа қарсыласының қолын байлап болмайды, бірақ алғашқы шынтақпен жасалынған соққының салдарын көріп отырсыздар. Қарсыласын қандай жасайды. Дәрігер. Врача и врач может остановить этот поединок. Қазір дәрігер тоқтатуы мүмкін жекпе-жекті. Ну, что-то мне подсказывает, что, может, даже мы не увидим продолжение поединка. Кажется, рассечение серьезное. Заливает кровью здесь все лицо.
позицияны қайтарады ма егер? Біз тұста қазір. Осы соққы болу керек, иә. Дәл осы ең алғашқы соққы шынтақпен қарсыластың қабағын жарып жіберген екен. Қалған соққылар жарақатты тереңдете түсті. Жекпе-жек тоқтатылды, дәрігер ары қарай жалғастыруға рұқсатын бермеді. Правильное решение, как в этом поединке, возможно... В связи с травмой и снятием врача победу одержал Актилек Бахтиярулу! Актилек, это уверенная 4-я победа в твоей карьере. Твои ощущения? Ассаламу алейкум, Алматы. Мен бірінші очередь ата-енеме, бір туғандарыма шу жеңішімді арнаймын. Ата, апа, бұл жеңішім сіздерге, сіздер үшін. Ассаламу алейкум.